Так, мынаны былай. Шалқадан жатамыз, таңертең ұйқыдан оянған кезде, ұйқымыздан, орнымыздан тұрмай тұрып, мына упражнениеден бастаймыз, мына жаттығудан. Аяқты алдымен былай максималды тартамыз, тікейтеміз, түсіреміз. Түсіргенде чуть қана жеткізбей ғана мына неге пастерге былай, 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 былай. Бұл бірінші упражнение. Аяғымызды максимально жинаймыз, былай тікейтеміз, түсіреміз. Жинаймыз, тікейтеміз, түсіреміз. Бұл бірінші упражнение. Екіншісі. Аяғымызды бүкпей, тура. Тоже до конца, максимально. И түсіргенде почти до конца. Осылай. Бұл не береді бізге? Бұл біріншіден біздің мышечный корсетімізді усиливать етеді. Мышечный корсетімізді. Мышцы пресса живота и мышцы спины. Осыны качать етеді. Бұл. Екіншіден, жатып алып жасаған кезімізде бүкіл мына малый таздағы застойды түні бойы, тем более замедлять етеді кровообращение. Соны жақсы разгонять етеді. Уже тұрған кезімізде бізде суставтарға да, сухожилийлерге де, мышцаға да, позвоночникке де уже бәрі микроциркуляция барғаннан кейін смазкалары жақсы, уже спокойно жүре береміз. Нагрузка болмайды, разрушение болмайды. Осы нәрсе. Енді екінші нәрсе, қазір өшіре тұр. Екінші нәрсе, мына валик диаметрі 10-12 сантиметр болу керек. Бұлай плотный болу керек, мыжылып кетпейтіндей адам салмағымен. Бірақ қатты бататындай, қатты да болмау керек. Осы кәдімгі. Мысалға мен алдым, например, егер ештеңе валик болмаса, баклажканың сыртына, полтора литровый баклажканың сыртына полотенцені орап жасап алуға болады. Бұлай қоямыз. И шалқамыздан жатамыз. Жатқанда мынау талия бар ғой, мықын дейді. Осы мықынның жоғары жағына қойып жатамыз. Келтіріп. Бұлай жаттық. Жатқан кезде ең басты условие полностью расслабиться етіп жатуымыз керек. Мына омыртқа валиктің үстінде бұлай инағаш сияқты бүйтіп жату керек. Барынша расслабиться етіп жатқан кезімізде біздің позвоночник алдыңғы жағы біз күні бойы жүргенде, отырғанда позвоночниктің алдыңғы жағы қысылып қалады бұлай. Мына жаққа валикті қойып жатқан кезімізде былай бүйтіп ашылады. Бізге керегі осы. Сондықтан да бұл нәрсені күніге кешке жақын жұмыстан келгеннен кейін сразу киімді ауыстырғаннан кейін осы валикке жатып алған дұрыс болады. Бір 4 минуттай жатып, содан кейін орнынан тұрып где-то 1 минуттай жүріп, қайтадан тағы 4 минутқа жатып алу керек. Осы кезде мына позвоночниктің бәрі күні бойы мыжылып қалған позвоночник орнына бітеп ашылады. Осыны күнде әдетке айналдыру керек бел ауыратын адамдар. Ал жаңағы упражнениені таңертең ұйқыдан оянған кезде 50 рет мынаны, 50 рет жаңа тіке, 50 рет тіке, 50 рет былай бүгіп. Осы екі упражнениені жаңа көрсеткен. 50-50-ден қайталамай орнынан тұрмау керек. Бұған жасап 2-3 күн үйренгеннен кейін бұған 50-50-ден жасауға асып кетсе бір 6 минут уақыт кетеді. 6 минут уақытты жібет етпеу керек. Жасап, содан кейін барып тұру керек. Сонда дұрыс болады. Так, пока.